Сәлем достар, каналыма қош келдіңдер. Сіздермен бірге Альбина. Мен бұл каналды не үшін жүргізем, сол туралы қысқаша айтып өтейін. Жалпы менің ойымша, менің көрермендерім менімен бірге өседі. ұбт-дан бастап өмірдің бір маңызды этаптарымен бірге этаптарына жинаған тәжірибеммен бөлсем. Себебі туф кезінде осыны маған айтса ғой, кезінде осы туралы мен білсем ғой деген ой туындайды өзімде. Сондай менен кейінгі менің артымнан өсіп келе жатырған іні сіңлілерім болса, соларға бір, немесе өзім қатарластарым болса, соларға бір алдын ала кеңестерім, соларға пайдам тисе екен деген оймен осындай видеоларды түсіріп отырамын. Енді бүгін не туралы айтамыз? Бүгін біз права туралы айтамыз. Жүргізуші куәлігі. Көптен күткен куәлігімді алдым. Өз күшіммен алдым. Бұған қанша қаражат кетті, там экзамен, курс, анау-мынау, ненің артынан өту керек, қандай жерлерде мен қайталаған қателіктер жасамау керек, себебі ондай фейлдар көп болды. Және Қаскелең қаласында тапсырдым мен. Алматы қаласы, Қарасай ауданы Қаскелең қаласында орналасқан автоцон. Қай автоцондарда тапсырған, емтихандарды өткен, тапсырған оңайырақ, және нақты Қаскелеңнің автокартасымен қалай жүру керек, сол туралы осы видеода бөлісетін болам. Егер қызықты болса, қараңыздар, ендеше кеттік. Так, ең алдымен неден бастаған жөн? Мен желтоқсаннан 6 ай алып тастасаңдар, мамыр ма? Қараша, желтоқсан. Не помню. Мен шілдеде өзімнің оқуымды бастадым, июнь айы. Бәріне сәлем, бүгін 5 маусым. Мен вождение, қазақшасы қалай, көлік айдаудан сабақ алуға, бірінші сабағыма бара жатырмын. Мен Орал қаласынан, білетіндеріңдей, білмейтін адамдар болса, мен Оралданмын. Орал қаласындағы Самат деген курсқа жазылдым. Бұл курстың бағасы сол кезде 2024 жылдың шілде айына қарасты. Курстың бағасы 35 мың теңге болды. Алдын ала предоплатасын жібердім. Ар жағында 30 мың теңге болды, оны төледім. Төлеп берді ата-анам. Бұл салыстырмалы түрде офлайн баратын жер үшін өте бюджетті болды. Бірақ соған сәйкес оқуы да соншалықты болды. Яғни көбіне өзімізден болды. Және оқу орыс тілінде жүргізілді. Себебі өзімде көрдім оқып, көбіне ыңғайлы тіл, өкінішке қарай, немесе қуанышқа орай, ол орыс тілі. Орыс тілінде оңай болды. Толығымен экзаменді де орыс тілінде тапсырған болатынмын. Көбіне практика болды. Практика дегенде тест жүзінде. Получается, біз сабаққа барамыз, мұғалім бізге материалды береді. Ол жерде көп адам болды. Әйел адамдарда, ер адамдарда, жастарда, менің анаммен жастыларда болды. Яғни, не істейміз? Материалды аламыз, жазамыз. Мен басында тіпті конспект жүргізгем. Мынандай нән дәптерге конспект жүргізгем басында. Автомагистраль, анау-мынау деп осылай өзім материалды қайталаймын. Келесі барған сабақта уже как практика тест жасаймыз. Міне. Тест, ол тесттер бұрынғы базы бойынша беретін бізге, бірақ бұның ішінде де кездесті. Бұл курстың материалы, я. Кейін не істедік? Бізде курста 12 вождение болды. Орал кішкентай шағын қала болғандықтан бізде по городу қаланың ішінде вождение өттік. Бір минусы маған парковка үйретілген жоқ. Сосын сондай жерлер үйретілмеді. Бірақ мен өзім автомобильмен, көлікпен жүруден шыңдалдым. Более уверенный болдым. Мен басында механика айдадым 2 күн, сосын қалған 12 дедім ғой, соның 10 вождениесін толығымен автоматпен өткіздім. Так, ал кейбір қалаларда, үлкен қалаларда, Алматы секілді загруженный қалаларда по городу жүргізбейді, менің білуімше. Олар көбіне сол автодромда жаттығады. Ол да жақсы, себебі практикада сіздер не істейсіздер, практикада автодромда тапсырасыздар. Так, менің хикаям сондай. Мен курсқа бардым. Курста 1,5 ай сияқты. Шілдеге 1,5 ай қосыңдар. Тамыздың ортасы, я, мен тамыздың 19 күні өзімнің сертификатымды алған болатынмын. Так, кітап туралы айтайын. Кітап мынадай,
мына жерде фронталка қосылып тұрғасын көрінбейді. Мына жерге дұрыс суретін қойып қоямын. Бәлкім Каспида бар шығар. Мына кітап мен 5000 теңгеге сатып алдым. Получается, бізде қанша теңге кетті? 35 000 курс, 5000 кітап, 40 000 теңге кетті. Санап отырыңдар, соңында общий бюджет шығады. Мына кітап. Қазір айтам, 2024 жылғы кітап. Правила дорожного движения Республики Казахстан. Иллюстрация, анимация, тест, анау-мынау. Яғни, мына жерде маңызды тақырыптары бар. Кейін визуалды түрде, міне, визуалды түрде бәрі түсінікті, оқып шықсаң. О, сертификатым бар екен міне. Мынандай сертификат алдым мен тамыз айында. Так, не. Міне, тақырып беріледі, соңында QR. Осы QR-ға өту арқылы тест жасайсың. Негізі өзің оқығанға мына кітап өте жақсы, по-любому оқу керек болады. Кітап алмасақ не істейміз? Кітап алмасақ мынандай қосымша бар. ПДД тест деп аталады. Қазір көбі осын істейді. Және бір айта кететін жағдай, теория емтиханында тура осында белгіленген иллюстрациялар, тура осының сұрақтары келді. Так что ПДД-ның бір несін сатып алып, жаңағыдай, қалай дейтін ада? Бір пакетін сатып алып, осы ПДД арқылы өтсеңдер, тоже пайдаға асады. ПДД-ның тестін сатып алдым, ол примерно 6990 теңгедей тұрды, қателеспесем, или 5990. По-моему, 6990. Получается, 46990 теңге шықты. Мен істедім, курсты бітірдім, ПДД-ны сатып алдым, Оралға бардым, Оралдың автоционына тапсырайын дедім. Қыркүйекте менде сабақ басталады. Сондықтан Оралдағы автоцион айтты, бізде орын жоқ, сіз лучше Алматыға барып тапсырыңыз деді. Осы жерде ескеретін жағдай, получается, сіз курсты қай қаладан оқысаңыз да, басқа қаладан барып тапсырсаңыз, тестіңізді болады. Мен істедім, мен 2 қыркүйек Алматыға келдім, Алматының автоционына жолықтым. Ол жерден не істедім? Мен талон алдым, кірдім, фотосуретке түстім, тестілеуге тіркелдім. Мына жерде сайттың QR коды бар, или сайттың өзін шығарып қойын, лучше. Осы сайтта барлығы белгіленген, берілген, яғни осы жерде сіздер тестілеуге тіркелесіздер. Бірақ тестілеуге тіркелу үшін сіздер аяқтай соңға барып, бірінші заявка, номер заявки алып алу керексіздер. Номер заявки алу үшін сіздер қандай құжаттармен барасыздар? Ең бірінші, бұл автошколаны бітірді деген сертификат, сосын өзіңіздің жеке куәлігіңіз, және үшіншісі маңыздысы медсправка. Яғни сіздің көлікті айдауға психикалық, физиологиялық түрде жарайсыз ба, жарамсыз ба, көзіңіз, линза ма, очки ма, сол жағы барлығы толық жазылған медсправкаңыз. Осы 3 документ сізден бастан аяқ өзіңізбен бірге жүру керек. Бір файлға нақты салып алыңдар, автоционға онсыз мүлде барушы болмаңдар. Неге екенін айтам. Так, осы 3 документпен бардық, тестілеуге тіркелдік, тестілеуге онлайн сайт арқылы бронь жасадық, и сол күні барамыз, иә. Сосын тағы айтатын нәрсе, автоциондарға, автоцион, мысалы, көп жерде солай шығар, 9-да ашылады, сіздер 9 болмай барып алыңдар. Сендер бір күндік өмірлеріңді сақтап қаласыңдар. Себебі сон, ол халықты обслуживать ететін жер, ол жерде вечно очередь, кезек болады, сондықтан сол кезектің пегіна қалып қалмас үшін лучше ертерек барып отырыңдар. Так, сол кеңесім, бірінші кеңес, 3 документ всегда өздеріңмен жүреді. Екіншісі, автоционға всегда ертерек барыңдар. Любой өмірде де қажет болады, сонға ертерек барып отырыңдар. Сосын пысық болыңдар, өздерің очередтеріңді бермеңдер. Сендерді шақырды ма, резко барыңдар. Так, потом что? Неге 3 документсіз жүрмеңдер дедім. Себебі, потом айтам себебін. Тестілеуді аяқтап алайық, я? Тестілейтін күнді мұқият тіркелдіңдер, сол күнге бардыңдар, я? Аман есен тестке кірдіңдер, яғни тесттен сіздерді осы пум-пум-пум тексереді бүкіл денеңізді, я? Телефон болмау керек өздеріңмен, телефон тастадыңдар, тестке келдіңдер, отырдыңдар. Басында ескеретін нәрсе, тесттің алғашқы 3 сұрағы не болады? Дальтонизмге тексеріс болады. Анда 3 бұрыш, 4 бұрыш, сандар, мынандай примерно осындай тесттер болады. Соны еркін туң-туң-туң белгіледіңдер мышкамен. Кейін мұқият болыңдар. Мен бірінші сұрақтан өтіп,
тестті аяқтау дегенді басуға сәл қалдым. Оказывается, әлі 2 сұрақ бар екен. Сондықтан сондай пәрмендерді, яғни кнопкаларды клик еткенде байқап клик етіңдер. Так, тестілеуден шықтық. Мен 40-тан 34 алдым. 40-тан минимум 32 алсаң, сенде уже проходной бар. 31 болса, сенде тағы бір попытка бар, 3 попытка тестілеуге қателеспесем. Тестта ең бастысы, тестті жаттап алсаңдар болды. Белгіленген, берілген бір үлгі ғой, сол үлгіге қатысты жестко жаттап алсаңдар. Сосын жаңағыдай знак, правила дорожного движения, basic дағдылары, basic қағидаларын жаттап алсаңдар, норм. Так, ары қарай не істедік? Практикаға көшеміз, я? Менде қалай болды? Мен практика автоционның өзінен платный вождение алдым. Ол 3700 немесе 3400 теңге тұрады. Бұны да нақтылау керек. Сонымен не істедім? Мен пробный практикаға бардым автоционға. Ол жерде қалай? Ол жерде счетчиктер өшіп тұрады. Сенбі немесе жексенбі күндері барып, платно сол 3700 теңгеге практикадан өтсеңдер болады. Қастарыңда инструктор болады, сол автоционның өзінің, отырасыңдар, белдіктеріңді тақтыңдар, ручникті көтердіңдер, дайға салдыңдар, кеттік жүрдік. Сол автодромның картасын жаттап алу үшін, меніңше платный сол вождение алған артық етпейді. Өздерің тапсыратын жердің автоционның картасын жаттау үшін. Мен сөйтіп 2 рет барып келдім. Бұл шамамен қыркүйек айында болды. Мен 2 рет бардым, жаттадым сол жерде, я. Содан кейін уже жаттап алғасын, практикадан ең алғашқы практикама бардым. Мен практиканы меніңше 3-ке тіркелдім. Сол 3-ке тақап бардым. Жаңа айтқаным сол, ертерек барыңдар. Сосын бронировать еткенде де ертерек бронировать етіңдер. Себебі, мысалы, сендер таңертең соңға 9-да барсаңдар да, сендер бәрібір тіркелген уақыттарынан ерте кіре алмайсыңдар. Тестке де, практикаға да. Сондықтан 9-да бардыңдар ма, 11-ге, 10-ға алсаңдар болады. Түстен кейін баратын болсаңдар, ан жерде очередь көп болып кетуі мүмкін. Менде сондай оқиға болған. Толығырақ айтатын болсам, практикаға бардым, сағат 3-те, менде 15:00-де өзім әдемі болып, праваға фотоға түсем деп бардым. Мен барғанда жаңбыр жауып тұр, сондықтан сонда свет болған жоқ. Мен талонды алған кезде, свет қосылып талон алған кезде, қараңыздар, талон алуға 1 сағат тұрдым, одан кейін менің алдымда 44 адам болды. Оның алдында свет болмағаны үшін күтіп отырған тоже 40 адам бар, 80 адам. И мен 80 адам, 84 адамдай ма алдымда болды, мен болдым. Сосын сөйтіп күткенде 3 сағаттай отырдым мен ана кезекте. Суретке, праваға суретке түсіп, корешок деген нәрсе болады, сол корешогымды алу үшін. Сөйтіп отырдым, суретке түсуге менің очередім келгенде келем, теорияның результатының қағазымен келіп тұрмын. Сосын маған ана кісі айтады, жоқ, теорияның қағазы ғана емес, сенде медсправка, жеке куәлік, сертификат, сосын теорияның қағазы. Осы 4 құжат керек дейді. Практикаға келу үшін, тіркелу үшін сенің қолыңда 4 құжат болуы керек дейді. Ал менің бұған дейінгі 3 құжатым базыда бар шығар деп ойлап, оны үйде қалдырып кеттім. Ал Қаскелеңге такси өте қымбат. Сол өте қымбат ақшаға мен 3 парақ қағазды алдыртқан болатынмын. Свет қайтадан өшіп қалды. Менен кеңес, практика тапсыратын күндеріңізді алдын ала погодасын қарап алыңдар. Білем, бір ай бұрын погода белгісіз болуы мүмкін, но главное жаңбыр жаумасын, сосын қар жаумасын. Әйтпесе, свет өшіп қалуы немесе погодный условияға қатысты вождениеға кірмей қалуыңыз мүмкін. Меніңше кешке дейін отырам. Себебі алдымда 40 адам, и свет әлі қосылмады, өшіп қалды. 40 адам плюс мен просто тұрып қалдық. Сөйтіп үйімде әйтеуір адам болып, сол адамдар арқылы курьер заказ беріп, ана апай айтты, қазір заказ бер, содан кейін келесің деді, бір айналып осы столик кетеді. Оған рахмет. Әйтеуір курьер маған 1 сағатта әкелді. Получается, мен 1 сағат талон күттім, 3 сағат кезек күттім, 1 сағат курьер күттім. 5 сағат бойы просто фотоға түсу үшін отырдым. Сөйтіп курьерім келді, примерно бір 4000 теңгеге әкелді.
Мен жестко тупить етіп жібердім. Мен справкамен не керек екен? Сертификат. Автошколдан сертификат. Мен ұмытып кеттім. Енді курьермен алдыртып жатырмын үйден. Кейін сіздер права алу үшін праваға ең алғашқы тіркелген кезде тағы мемлекетке төлейтін ақшаларыңыз бар. 4180 теңге, ол қазір. Бірдеңе МРП-ға сонда. Сол ақшаны төлейсіздер, ол барлығына бірдей, яғни права алғың келсе 4000 теңгедей взнос жасайсың. Сол ақша бар еще. Примерно монтаж кезінде санап қоям қанша шығып жатқанын, басым уже ұстап жатқан жоқ. Примерно бір 60 мыңдай шықты ғой. Окей. Алдық доставкамызды. Мен істедім, мен кері сол столикқа бардым, бытшыт болып, салыстырмалы түрде нормально болып фотоға түстім, корешогымды алдым, отырдым. Ол кезде сағат уже кешкі примерно 5 болды. Мен отырдым, кейін очередім келді. Очередім келген соң сөйтіп нервный болып әйтеуір кірдім. Кірмес бұрын соның бір қызметкері, менің қасында тағы бір кісі бар, екеумізді шақырып алды да, былай айтты: қазір кіресіздер ғой, мен сіздерге бір картаны түсіндіріп өтейін деді. Бірақ ешкім ол кісіден сұраған жоқ, картаны түсіндіріп өт деп. Сосын ол кісі былай деп айтты, түсіндірмес бұрын былай деп айтты: сразу айтып қояйын, егер права алатын болсаңдар, отблагодарите деген сияқты бірдеңе айтты. Түсінбедім. Сөйтіп сондай бір қызық ситуациялар болды. Сосын анағай примерно осы жерде тоқтайсыңдар, осы жерде жүресіңдер деп айтып берді. Кейін мен кірдім праваға, отырдым көлігіме, сосын айдап келе жатырдым. Кругты бітіре келгенде менде 25 штрафной балл болды. Бірақ мен светофордың логикасын бұрын соңды білген жоқпын, түсінген жоқпын. Соның кесірінен светофордан күтпей, наоборот, светофорда көп тұрып қалып, минус 150 балл алып қалдым. Сонда менде 150 дей болды, минус балл. Ал практикада қалай? Практикада жалпы сенде 100 баллға дейін алуға болады, минус. Яғни, мына жерде поворот қоспай қалдың, минус 5, там. Светофорда 20 секундтан артық тұрып қалдың, минус 20, 30 секунд, минус 100, сплошнойды басып кеттің, минус 100, қызылға өтіп кеттің, минус 100 деген секілді там әртүрлі штрафпен белгіленеді, өзінің бір линиялары бар. Ол туралы тоже айтып өтем. Бәлкім барлық минус штраф балдарды тоже айтып өтетін шығармын соңына қарай осы видеоның. Сөйтіп мен бірінші попыткамнан фейл болдым. Айтатын қандай кеңестерім бар. Егер фейл болған уақытта сізде 3 попытка болады. Жалпы мен соның біреуін жоғалтып алдым, екіншісіне тіркелмес бұрын кішкене психологиялық тұрғыда кішкене дайындалып алыңдар. Мен жалпы тест тапсыруды ондай қиындатып, немесе керісінше романтизациялап жатқан жоқпын. Бірақ ол әркімнің психологиясы әртүрлі болғандықтан, біреу үшін маңызды, біреу үшін өй-жай экзамен, біреу үшін сатып ала салам деген жаңағыдай левел болуы мүмкін. Сол левелдің қайсына жатасыңдар, соған қарай ғой. Маған кәдімгідей жауапты нәрсе сияқты көрінді, сондықтан мен психологиялық тұрғыда екінші попыткаға кішкене дайындалдым. Арасына 2 ай салып мен келесі попыткаға тіркелдім. Бірақ менде пробный экзаменға уақыт қалмады ол кезде. Бір жаманы практикаға тіркелетін кезде кішкене орын болмауы мүмкін. Сондықтан ровно түнгі сағат 12:00 болады ғой, сол кезде ашыңдар сайтты. Бұл тура ұбт-ға тіркелген сияқты, немесе қайда тіркеліп едік біз. Орын қалмай қалуы мүмкін. Сондықтан 12:00-да порталды ашып, сайтты ашып, орын бар кезде ыңғайлы күнге, до обеда уақытқа желательно қойыңдар. Так, екінші попыткаға тіркелдік, біз не істедік? Біз келесі алдында барып кеткенімізде сабақ алдық, бүкіл документімізді түгелмен апардық, Практикаға тіркелмес бұрын мен тағы да номер заявки алып кеттім. Себебі менің бұған дейінгі уже бірінші попыткадан фейл болған номер заявкамның нөмірі уже недействительный болды, жарамсыз болды. Сондықтан да мен тағы нөмір алдым, кейін тағы да тіркелдім. Сіздерге де солай жасау керек болады. Егер екінші попыткаға тіркелетін болсаңыздар, қайтадан заявка нөмірін жаңарту керек болады. Сөйтіп сөйтіп практикалық экзаменге мен 6 желтоқсан күні таңертең ертемен 9-да бардым. Өзімнің экзаменім сағат 11-де болды. 9-да ертерек бардым. Мен қайтадан фотоға түстім.
сосын корешогымды алып кезекке тұрдым. Жаңа айтқанымдай, өзіңнің уақытыңнан бұрын сені кіргізбейді, сағат 11-де кіресің деді, соған дейін күттім. Өзімді примерно морально дайындадым. Барынша сенімді болып кіріп, тапсырып, просто не бар, қалай умею, солай тапсырам. Егер тапсыра алмаған жағдайда, онда опыт жетіспейді деген сөз. Опытымды арттыра түсіп, тағы тапсырам. Мен фейлдан кейін қайтадан автодроммен көлікке тіптен отырмадым. Бірақ сіздерде мүмкіндік болып жатырса, қайтадан бір практика жасап алған дұрыс. Бірақ өзіңізді қатты қинап жібермеген тоже дұрыс. Қинамаңдар. Так, не істедік? Бір қызық нәрсе айтайын. Фотоға түсетін кезде ағай отырды алдымда. Сосын былай деп айтты. Машина айдай аласың ба деді бірінші. Сосын я дедім, нормально айдаймын дедім. Кейін былай деп сұрады. Сыбырлап, монитор тұр ғой, өзінің компьютері, содан бүйтті да. Саған бір көмектесіп жатыр ма деді. Осылай сыбырлап айтты, біртүрлі оқып қалдым. Сосын айттым, жоқ дедім. Сосын маған айтты, өзің тапсыра аласың ба деді. Сосын мен айттым, я тапсырам, тапсыра алмасам келесінде тіркелемін дедім. Сондай бір манипуляциялар ма, махинациялар ма бар екен. Соны байқап қалдым. Сөйтіп, фотома түстім и практикаға кірдім. Практикаға кіргеннен кейін көлікке отырдым. Сосын өзімді психологиялық тұрғыда дайындадым. Все, Альбина, сенің қолыңнан келеді дедім де, и кеттім. Практика тапсыратын кезде қандай типстар, қандай кеңестер бар. Біріншіден орындықты өздеріңе ыңғайлайтып алыңдар. Екіншіден, очкиларың болса, міндетті түрде очки киіңдер. Үшіншіден, курткаларың болса, бүйтіп кішкене қозғалысты шектейтін сырт киімдерің болса, лучше шешіп тастаңдар. Салқын болса да, хотя бы безрукавкамен келсеңдер, свитермен и бас киіммен келсеңдер, кішкене қозғалыстарың шектемеу керек. Кейін міндетті түрде 4 секунд санаңдар, даже 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5 емес, 1, 2, 3, 4, 5. Осылай асықпай. Қозғалдық. Потом тағы қандай типстар айтайын. Өзіме қажет болған бағдаршамнан өтетін кезде бағдаршамды алдын ала қарап барып бағдаршамға қарай жақындаңдар. Егер қызыл түс тұратын болса, жақындаңдар, смело, тезірек жақындаңдар даже. Ал егер жасыл түс тұратын болса, лучше жақындамаңдар. Кішкене жайлап барыңдар, пока қызыл жанбайынша. Себебі жасыл жанып тұрса, уже сендер жетіп қозғалғанша, сары жанады, потом уже қызыл жанып кетеді, и сендерде -100 сразу болып кетеді. Мен сөйтіп, пока қызыл жанып біткенін, жасыл жанғанын күтем деп, тура светофордың алдында тұрғанда, маған берілген светофорды өту уақытынан асып кеткенім үшін 30 секундқа маған -100 берді сразу. Содан мен ұшып кеткен болатынмын. Бір айтарым, түбі сендер мынандай құжаттарды по-любому түбі аласыңдар. Главное, өздеріңнің арларың таза болып, өз күштеріңмен алсаңдар, оған жететін жақсы өздеріңе деген мақтаныш сезімі, жақсы сезім жоқ. Өз күштеріңе сеніңдер, өз бастарыңа, өз білімдеріңе сеніңдер. Білім дегенде, бұның өзі бір білім ғой. Кейін тағы айтатыным, кез келген тек қана праваға қатысты емес фейлдар болып жатырса өмірде, ол нәрсені менің әлі тәжірибем аз екен, менің қабілетім аз екен, осыны шыңдау керек, тағы да байқап көру керек деп қабылдаңдар. Яғни болмай қалды ма, сақтарың сынбай, кез келген өмірлік тәжірибеде де қайтадан байқап көруден қорықпаңдар. Себебі өмір сондай мини сынақтардан тұрады, және соны әрбіреуінен өту арқылы сіздер бір саты жоғарылай бересіздер. Солай. Меніңше, менің айтатыным біткен сияқты осыған қатысты. Бұл типі мини сторителлинг болды, және кішкене адвайстар болды ғой, кеңестер. Ал жалпы менің осы права алуда құртқан ақшам, бюджетім шамамен осысын шама. Ал кейбір адамдар 500 мың, 600 мың, 700 мыңда құртады.
себебі кейбіреуі сатып алған тоқсан сені, сондықтан өздерің тапсырыңдар. Вот. Сосын права алу, жеке жүргізуші куәлігін алу, ол барлығына міндетті нәрсе емес. Кейбіреу көлік айдағысы келеді, кейбіреу айдағысы келмейді, және ол қалыпты жағдай. Кейбіреу 18 жасында алады, кейбіреу 17 жасында алады тіпті. Мектепті оқып алады, автомектепті. Кейбіреу 35-40, ешқашан кеш емес. Кейбіреу өмірін 30 жасында енді бастайды. Себебі әр адамның өз уақыты бар. Өмір сүретін уақыт әркімде әртүрлі, әркімде субъективті, индивидуал адамда өзінің индивидуалды уақыты болады. Сондықтан басқа адам алып жатыр екен деп, менің қай жерім кем емес, что со мной не так деген ойға ешқашан ілеспеңдер, ондай ойға шомбаңдар. Сол айтарым. Ал енді келесі бөлігі автоцон, қаскелеңнің автоцонындағы практиканы қалай жүзеге асыру керек, және штрафной балдар қалай саналады, сол туралы болатын шығар. Монтаж кезінде қосып қоямын. Бірақ ол жерде мен болмаймын уже. Сондықтан осы видео пайдаға асты деген ойдамын. Ұзақ болып кетсе, неше минут кешірім сұраймын. Бұл андай спонтанно шығып кетті. Байқағандарыңдай петличка жоқ, анау жоқ, монтажда бір қарапайым болатын шығар. Себебі мен соңғы күндері барынша ой бар ма, мына жерде идея бар ма, оны камерасын күтпей, петличкасын күтпей, штатив анау-мынауын күтпей, қарапайым осындай обстановкада түсіре салған дұрыс деп шештім. Себебі желание бар жерде қандай да бір құрал жабдықтарға ол желанияны байлап, солар келгенде түсірем деп қою ол өте қате нәрсе екен. Себебі қаншама идеяң жай ғана мусорға кетіп қалады. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Пайдалы болса, каналға жазылып, лайк бассаңыздар болады. Жазылмасаңдар да, баспасаңдар да болады. Бастысы қажеттіліктеріңе, пайдаларыңа жараса болғаны. Тек жеке куәлік туралы емес, өмірге қажетті де бір қандай да бір мораль алып кетті деген ойдамын. Соңына дейін қарағандарыңа рахмет. Аман сау болыңдар. Өз-өздерің жақсы көріңдер. Басқаның ойынан бөлек өздеріңнің сезімдерің бірінші орында тұрсын. Осы нәрсені ұмытпаңдар, осы нәрсені үнемі жаттарыңда сақтаңдар. Сендермен болған Альбина, сендермен болған Абишон. Соңға тіркелетін сайтты, кітаптың ссылкаларын, пайдалы сілтемелердің барлығын мен описанияға қалдырып кеттім. Кейін видеода айтылмай қалған ақпараттар болса, тоже описанияға жазып кеттім. Чекайте. Достар, қайтадан сәлем. Мен ноутбуктан қосып қойдым картаны схемасын. Мына ұштағышты машина деп алып, қазір картамен өтіп көреміз. Жақындатайын тағы да. Так, кеттік. Егер мына ұштағышты машина деп есептейтін болсақ, сіздерге осы жерге қояды. Кейін не істейміз? Белдікті тағамыз. Сиденияны өзіміздің бойымызға қарай ықшамдап келтіріп аламыз. Аяғымыз бастысы тормозды басып тұру керек. Ручникті түсірдік, D-ға салдық. Кейін тормозды басып тұрып, қасыңызда мониторда старт деген басталады. Стартты басасыз, кейін автомат өзі айтады сізге. Начинаем движение деген сияқты ма, готовность деген бір пәрмен береді, команда береді. Сол кезде сіз сол жақ поворотты қосасыз, потом қозғалысты бастайсыз. Бастап, кейін дөңгелек, артқы дөңгелек мына сызықтан астау дегенде поворотникті сөндіресіз. Сөндірмеген жағдайда оғанда сіздерде штраф қарастырылады. Мына старт сызығынан 20 секундтан артық тұрып қалсаңыз, ол үшін де сізде штраф. Ол туралы айтып өтем. Так, бастадық движениені, поворотникті сөндірдік, артқы тереземізден қарадық сызықтан. Енді алдыға қарай жүре береміз. Мына жерде сізде склон болады. Жоғарға қарай жүрдіңіз. Алдындағы машинаның бампері
ана сызықтан асу керек. Получается, сіз осылай келе жатырсыз ғой, мынау бампер деп есептейік. Мына жерде сызық болса, соған 1 метр жетпей тоқтау керексіз. Оны қалай есептейсіз? Сіз примерно сол сызыққа қарай тоқтайсыз. Сол кезде примерно понятно болады. Автошколада үйрету керек ондай нәрселерді. Келдіңіз, тоқтайсыз, санайсыз. 5 секунд точно. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да қайталап өтем. Мына карта автоцон қаскелең. Бұл салыстырмалы түрде ең оңай карталардың бірі. Кеттік, жүрдік. Все, и мына жерде түсетін кезде тағы болады сызық. Сол сызыққа жетпей тағы тоқтайсыз. Санайсыз. 1, 2, 3, 4, 5. И сол жақ поворот қосасыз. Бұрылдық. Мына жерде кішкене көбірек алып бұрылсаңыз болады. Өтіп барып, себебі мына жерде үзік сызықтар. Осы жерден бұрылдыңызда и сразу мына жаққа қарай түсіп алыңыз. Поворотникті сөндірдік. Мына парковка біздікі емес. Мына парковка басқа адамдардікі. Ол жаққа кіріп кетпеңдер. Басқа дәреженің, категорияныкі. Так, кеттік. Мына жерде уже өзіңнің сызығыңа түсіп ал, себебі міне сплошной дегенде мына сызықтарды басуға болмайды. Кейін сол жақ поворотник тағы қостық, мына жерге тұрдық. Примерно осылай тұрасыңдар, бұрылып. Тіке тұрылмайды. Осылай тұрасыңдар, тағы күтесіңдер. Мына жерде өздері айтады, автомат. И кейін осы жерден тұрдыңдар, тағы санадыңдар 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Все, қозғалдық. Поворотник тұрғанын ұмытпаңдар, сол жақ. Все, сөндірдік. Тағы поворотник қостық. Мына жерге жақындамас бұрын сізде мына жерде светофор, мына жерде светофор, мына жерде светофор. Получается, біз мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 деп санап тұрғанда жайлап қозғаламыз. Мына жерде уже мына жердегі светофорды қараймыз. Қызыл жанса, все, смело келіңдер. Жасыл жанса, жайлап, пока қызыл жанбайынша өте баяу келіңдер. Тоже примерно тоқтаймыз и қызылдың сөніп, жасыл жанғанын күтеміз. Жасыл жанды ма, резкий движение бастаймыз. Мына жаққа бұрыламыз. Мына жерде міндетті түрде күтеміз. Тоже 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Все, жүрдік. Жасыл сөніп бара жатырса да, главное, чүнк деп жүріп кетпеңдер. Примерно 25 балма сонша берет минус или 5 бал. Тағы айтам дұрсын. Но бастысы минус штраф алмай қойындар. Все, пропускать еттік пешеходты. Жүрдік. Сосын оң жаққа поворотник қостық. И мына жерде параллельный парковка бар. Мына жерде параллельный парковка. И мына жерде параллельный парковка. Мына жер бос болмайтын болса, мына жерге тұруға болады. Мен өзім мына жерде тұрдым. Себебі менде бос болды. Біз қалай келеміз? Машинаның оң жақ поворотнигін қостық, сөндірдік, все, келдік. Мына жерге қарай примерно 20-30 сантиметрде аламыз. Мына жасыл сызық, сары сызыққа. Мынау контрольный линия болып саналады. Бұларды басуға болмайды. Ақты басуға болады. Сарылардан қашу керек. Так, келдік. И артқы дөңгелегіміз мына сарымен теңесу керек. Мына сарымен. Сарымен дегенде мына жермен. Все, сіздерде айтады, параллельно парковка дейді. Сендер аварийканы қостыңдар. Содан кейін барып қана R-ға салдыңдар. R-ға салғаннан кейін барып артқа бердіңдер. До-поро оңға бұрдыңдар. Артқа жүрдіңдер. Тунт. Мына сызықты көрдіңдер терезеден, мына екеуінде. Потом все. И просто рульді тіке дұрыстап аласыңдар да, артқа жүресіңдер тағы. Артқа жүрдіңдер. И мына артқы дөңгелек, мына ақсызыққа қарай келу керек примерно. Сол кезде до упора уже мына жақта солға бұрасыңдар. Солға до упора бұрғаннан кейін уже осылай түзеледі машиналарың. И мына екі дөңгелектерің алдағы оң жақ, арттағы оң жақ дөңгелек ақ сызыққа тұру керек. Все, тұрды. И примерно бір тоже 4 секундтай ма санайсыңдар. Анда параллельный парковка мен задний парковкаға 2 минут беріледі. 1, 2, 3, 4, 5 санадыңдар. Все, санамас бұрын сіздер бірінші аварийканы сөндіресіңдер, сосын бар D-ға саласыңдар да күтесіңдер. Все, салдыңдар, сол жақ поворотник қостыңдар, бұрдыңдар, рөлді и шығып кеттіңдер. Мына жерде поворотник сөндірдіңдер и қайтадан оң жаққа салдыңдар поворотникті. Қостыңдар, бұрылдыңдар, абайлап бұрылыңдар мына жерден. Абайлап бұрыласыңдар, себебі өте узкий. Бұрылдыңдар, контрольный линияларға сақ болыңдар.
бұрылдық и қайтадан оң жақ поворотник қостық. Мынау задний парковкаға кіресіңдер. Мынау задний и мынау задний. Мынаған кіруге болады, мынатан кірмесең мынаған кірсең болады. Получается, мына жаққа қарай аласыңдар, иықтарың мына жермен теңесу керек. Потом до упора направо бұрайсыңдар, да тұр, естеріңде болсын. Алға қарай былай жүресіңдер. Кейін мына бұрышты көрген кезде, все, аварийканы қостық. Қосу керек па, жоқ па, тоже мына парковкада что-то сомневаться етіп тұрмын. Бірақ қосыңдар, мен қостым. Аварийка қостым, R-ға салдым, и до упора налево уже. Налево крутить етесіңдер. Не еді? Рульді крутили, закрутили. И артқа бересіңдер. Артқа беріңдер и тұрдыңдар. Негізі задний парковка өте изи. Тұрасыңдар. Все. И потом аварийканы сөндірдіңдер, D-ға салдыңдар. Так, осылай примерно 5 секунд тұрасыңдар тағы. И мына жерден шыққанда парковкадан алға қарай жүріп барып бұрылыңдар. Все, шықтық. Оңға қарай поворотник қостық. Шықтық. Енді мына жерден бұрылып келе жатқанда сендер не істейсіңдер? Мына жердегі светофорды қарайсыңдар. Егер светофор қызыл болса, то уже тезірек барыңдар. Жасыл болса, жайлап барыңдар. Короче, бардық, қызыл жанғанын күттік и ешкімге жол бермей, тіке жуынт өттік. Мына жерден оңға бұрдыңдар. Все, мына жерден смело бұрылсаңдар болады. Потом мына жерлер узкий, өте узкий, мына жер байқап жүріңдер. Тоже оңға қарай поворот, сөндірдік, поворот, мына жерден келе жатқанда, мына жердегі светофорды қараңдар. Тоже қызыл болса келеміз, смело, жасыл болса асықпай келеміз. Даже мына жерде тұрып күтсеңдер болады, жайлап. Мына жер өте узкий, байқаңдар. Мен мына жерден бордюр басып кеттім, и мына жерден бірінші попыткада қызылдан өте ұзақ уақыт перекрестыққа өтіп кетті. Ең бірінші фейлім сол болған. Мына жерден абайлап өттіңдер, чуть-чуть былай алға қарай жүріп барып, былай бұрылсаңдар, екі артқа айналарыңмен істеп өте аласыңдар. Ондай қорқынышты емес. Кеттік, оң жаққа бердік, келдік, и сол жаққа поворотник қостық, күттік, жасыл жанды өттік. И мына жерден пешеход пропускать етеміз. 4-5 секунд, 1, 2, 3, 4, 5. Все өткіздік, поворотник сөндірдік. И қайтадан солға поворот қосамыз, чүк-чүк өттік. Мына жерде де алға қарай жүріп барып, осылай функция бұрылыңдар. Осылай келдік. И финиш деп айтады. Финишқа жақындаған кезде оң жақ поворотник қосасыңдар. Сосын жақындайсыңдар. Финиш сызығынан асып барып, оң жақ поворотникті сөндіресіңдер. Сосын тоқтайсыңдар, тормоз бастыңдар, парковкаға салдыңдар, ручник көтердіңдер, ремень шештіңдер. Молодцы, сендер тапсырдыңдар. Тапсырдым. Аллаға шүкір. Жақсы болды.